Так, достар, осындай интро жасалған білемін. Ендеше осы достар, осы видеоны көріп, лайк басып комментарий жазып кетіңдер. Ендеше біз қазір осы интроны қалай жасалып үйретеміз. Кеттік достар, ең бірінші біз голға кіріп банзоид деп жазамыз. Банзоид дегенде ең бірінші осы сайт шығады, осы сайтты басып кіреміз. Так, келесі рет біз осындай жерге кіреміз, сосын төбесін басамыз да, төбедегі точканы көріп соны басамыз, сол кезде клипмейкер деген басамыз. Яғни осындай жерге кіреміз да, осыдан шықпаймыз, ең аса түсеміз, ең астында осылай тұрады. Осыны басып, осырадан біз іздеуді басамыз. Достар, осырада біз логнат деп жазуымыз керек. Қазір ағылшынша аласыздарда логнат деп жазасыздар достар. Логнат деп жазғаннан кейін сіздерге өзі неше түрлі шығады интролар, көп интро достар. Логнаттың бұл жасаған бүкіл интролары. Енді бізге burada мен сіздерге айтамын қайсы керек екенін. Так, логнаттың астында логнат деген жазып аламыз. Сол кезде логнаттың осындай өзінің жасаған нелер шығады. Короче, шығу керек. Қазір біз табамыз. Достар, осы сырада біз үшін ағылшынға жоқпын достар. Ол жақта бізде міне Black Intro V3.0 деген керек. Достар, бұл жақта көп логнаттың бізге бірақ демін осында алу керек. Атталыңыздар. Осы сырада біз Open in Clipmaker деп жазамыз. Және де burada бізде жаңағы интро ашылады қазір. Интро ашылады достар, осы жерде біз нарада қазір біз осы ненің текстін өзгертеміз, яғни логнат емес, осы кубикті басасыздар да логнат дегенді өшіреміз. Кішкене телефон қатып отыр. Логнаттың орнына мысалға лимон К деп менде достар бар да, сондықтан мен жазбаймын. Кезек жазамыз. Так, осылай. Сосын ең астына түсеміз да, скачать деген сурет тұрады, соны басамыз. Болды. Так, содан кейін бит басып, міне осы сырада достар скачать тұр. Егер осы сырада старт басамыз. Так, бұл қазір жазылады. Сол кезде қайтадан көрсетеміз сіздерге. Сіздерде дәл осылай жазылу керек. Алыншар қарекет. Сіздер осы уақыттарыңызда жаңа жазып отырмыз, өшіп шығып кете аласыздар. Мен мысалы дәл қазір 3 жазып жүріп отырмын. Жартысы толып қалды. Мен осыма мән бермей ақ қойыңыздар. Тамағым кішкене ауырып тұр. Кеттік. Достар, кішігірім техникалық ақаулар шығып қалды. Память толып кетті, телефонның бүйрегінен түсіп қалды. Енді ары қарай түсіндірем. Осы сырада біз download new video деген жазу басуымыз. Сол кезде бұл видео естіп шығады. Так, міне скачать басамыз, естіп шығу керек бізге. Ешқандай баспаңыздар, ол өтірік нелер. Міне болды достар, қараңыздар. Мен сіздерге қазір оны көрсетем. Галереяға кіріп көрсем міне. Достар, осылай шығады. Мен сіздерге қазір галереяда барып көрсетейін. Так, мынарада достар галереяда. Так, мына тұр. Қараңыздар, дәл осы жаңағы видео. Ал енді достар, бұл видео пайдалы болса, сіздерге ұнаса, осы видеоға 20 лайк жинап кетейік. Сендермен бірге болғанмен Epic Airline. Сау болыңыздар достар.